Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге кеселдің рецептін ұсынамын. Негізі кеселді қалаған жеміс-жидектен дайындауға болады. Ал мен бүгін кеселді алмадан дайындаймын. Ол үшін алма, қант, жүгері крахмалы және су қажет болады. Ең алдымен алманың қабығын аршып аламын. Алманың қабығын аршып болғаннан кейін терең ыдысқа турап аламын. Және бетіне су құйып газ плитаға қоямын. Су қайнағаннан кейін дәміне қарай қант қосып, газ плитаны баяу отқа қойып, 30 минут пісіремін. Отыз минуттан кейін дайын пісірілген алмаларды аламын. Ал енді дайын сұйық массамыз кесел болу үшін бөлек терең ыдысқа крахмал салып, суық суға ертіп аламын. Крахмал толықтай еріді. Енді сұйық массаға қосуға болады. Баяу отта шамамен 10 минут уақыт қайнатамын. Кесел қою болсын десеңіз, крахмалды көбірек қосасыз. Ал мен 2 литр суға 3 ас қасық жүгері крахмалын қостым. Мінекей үй жағдайында кесел өте оңай дайындалады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ал сіздер басқа жеміс-жидектен жасасаңыз болады. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.